Женкове веранелерді яны яшайыш тәжірибесі яшайыш yolunun сайлавы ве ойстуған мемлекетнің инкиша векторы. The Future of Europe ичтимai меденилей хачерчевесінде 15 Украин ве 15 Алман осмыры. Авропа келечегінің ортақ коровыны Костереджек бір театр сынлаштырмасына яратачаклар. Украинаны яшаған ерлеріні мечбурен қалдырғанлар ве жебе янындаки бөлгелерінің сәкенлері темсілеті. Да, тавселятлыжа не в бетте келев хамазда. Меня зовут Полина. Менің адым Полина, мен Донецкте тохдым, Днепрода яшайым. София, Северодонецк, София, Шимальден. Эпосы фарклы, ама оларның бірлештірген бір шей бар бой кебін ондор сенесі башланған женктір. Ярослава балалығыны Донецкте кечірді. Он уч яшында олғанда мечбурен шерден көчті. У халқара лейха өз тәжірибесінен бутун дуньянен пайлашмаға имкан бережегіне үміт еті. Моя родина выбрала втратити усе. Менің айлемнің сайлавы әр шейіні ғайып етмеге олды. Ойле вақытларда олды, мен дешетлі шартларда яшадым. Дорт ятақ ве тарла, бұпек қорқыншлы еді. Лейхада біз женк меселесіні анлайжақмыз. Шақсен мен үшін бұпек ағыр. Чүнки мен бұтун бұ вақаларны хатырлайым ве яныдан оларны яшайым. Бу 15 осмыр қыз ве оғланлар янчық таныш олды ве майдан кезінті аудиториенде иштирак етті. Бу кезінті оларны менлікін қылябы заманына қайтарды. Шымды исеті суратларнен пайлашалар. Кеткенімізде бір айнды адамларны әмді олаятқанларны көрмеге тоқтадым. Мен үшін бұге же сувук қыш 2013 сенесі олды. Оларның яшы 13-тен 18-ге қадар, амма бұна бақмадан әм майданы, әм де Русия тежавозының башыны пек яқшы қатырлайлар. Олар Украина кележегі ве Авропа зенгінліклері қындай фикер етелер. Катя ана бабасынен 5 ел әвелісі Дебальцевадан Харьков елетіне көчіп келді. Балалықтан Украина тақдеріні қайғырғаныны айта. Навіть тоді, в 13 чи 12 років, я вже відчувала. Атта 12-13 яшында менің де мемлекетіміз üçün бұйық месулиетім олғаныны іч әті еді. Білмем не ерден бұдыйғы пейда олды. Бүгінде файдалы олажақ әрбір лейхада иштирак етмеге тырышам. Бұл лейха мен үшін мүкемелдір. Мұнда әм актерлық ұсталығы әмді мен үшін пек яқын олған мевзу бірлештірілген. Енді Украина иштиракчилері Алманияға yol алажақ, анда 15 Алман осмүрлерінен бәрберлікте пьеса яратачаклар. Мевзу Авропаның кележігі. Які компанії від'їжджають з таким польовим дослідженням. Олар көчүдү арыштырманен кетелер. Арыштырмалары бүгінде Авропа недір. Алманияның en гарби кенарына кетелер. Дюссельдорф, Кёльн, Бонн. Әселет бұл бөлгені сайладық. Чүнки бұл бөлгеді женке оғырады, анда узлашув меселесі аляда актуаль. Олар береберлікте қарар болмақ кереклер. Насыл етіп бұны білдірежеклеріні өзлері сайлайлар. Менімде бұл ейхадан сон әрбірісі денешежек. Сонра эпосы иштиракчилері Украинада ежедей лагерде топлашачаклар. Анда эки мемлекетнің осмурлері азырланған метінлеріні ве видеоларны бірлештірежеклер. Ве оның эсасында весеқалы мультимедиа саналаштырманы азырлайжаклар. Учасники, окрім того, що вони вже є драматургами. Иштиракчилері метін муэлифлері драматурглар олғанындан ғайры да режиссер ве актер олалар. Оларнен берабер ихтисаслы адамлар чалышачак. Амма тек ментор оларақ. Оларның огенде бір суаль. Қайда адымлаймыз? Бу 5-10 елдан сон мемлекетімізні қайдадыр алып баражақ геншлердір. Вешімді олар инкишаф векторыны көстере білелер. Сентябрь айында осмурлер Украинаның 15 шәрі бойынша сеат етіп саналаштырманы тақдим етекжеклер. Ноябрь айында есе саналаштырма Кёльнде театр фестивалінде көстерілежек.